Оған Аким театрдың әрбір қабырғасы ыстық. Себебі ол осы жерден қанаттанып, қошеметке бөленді. Бірақ бұл жолы актер спектакльдегі рөлін сомдау үшін емес, көрерменмен сырласуға келіпті. Иә, бұл қазақ өнерінің өрлеуіне өлшеусіз үлес қосқан сахна саңлағы Бекжан Тұрыстың туған күніне орай ұйымдастырылған кеш болатын. Көрермен сахнада сан түрлі кейіпке енген сүйікті актермен жүздесуге мүмкіндік алды. Бұл күні өнер иесі көрерменнің көкейдегі сауалдарына жауап беріп, еркін әңгімелесті. Әңгіме барысында қоғамдағы көңілі толмайтын тұстарға тоқталған актер бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне алаңдаулы екенін де жасырмады. Ал театрға келген көрермен актерді төл мерекесінен құттықтап, ақ тілегін арнады. Әншісің бе, өршілдігін көрінді әрісің де, құлашыңды кең жайып, қазағымның абайыңда ойнадың шәмшісің де. Ол ешқашан ойнаған емес, ол сахнада өмір сүріп келеді. Өйткені ол әр кейіпкерінің жан дүниесіне терең бойлауды мақсат тұтқан. Бұл сөзімізбен әріптестері де келісті. Енді Бекжан деген, шындап айтуға келсе, жалғыз әуезов театрында емес, жалпы қазақ өнерінде үлкен қолтаңбасын қалдырып жүрген өте білікті, талғампаз, өнерпаз деп бағалаймын өз басым. Ол өзінің алдындағы үлкен анау ағалар, осы сахнадағы, режиссурадағы Әзірбайжан Мәмбеттен бастап, солардың мектебін көрген, және содан көре жүріп түйгені бар өзінің ойында. Солардың сарқытындай азамат деп мен білем. Бекжанды, жалпы мен өзім Бекжанды Бекжан емес, Ержан деймін. Өйткені оның ер болу үшін адамның екі иығына екі мінгендей атпалдай үлкен, биік, еңселі болу міндет емес. Жай ғана, кішкентай ғана шағын адамда сондай үлкен жүректің жатқанына мен әр уақытта таңғаламын. Сырласу кешіне өнерді сүйген көрерменнен бөлек, актердің Шошанайдан келген жерлестері мен сыныптастары да қатысты. Бекжан Тұрыспен біз бір сыныпта оқыдық, әрине. Ол бала кезінен өнерге өте құштар болды. Бәрімізге мектеп бойынша әр саладан көрсеткенде өнерімен, домбырамен ән орындағаны. Бүгінгі күнге дейін осынша жарты ғасыр өмір сүрсек те, ол сыныптастарынан қол үзген емес, ортамызда өте қарапайым, өзінің инабаттылығы, имандылығымен жас өспірімдерді тәрбиелеуде, отбасын тәрбиелеуде үлкен ортамызда беделді. Ол өзінің қарапайымдылығымен барлығымызға үлгі. 50-ді еңсерсе де, актердің әлі алға қойған мақсаты көп. Кездесуде Бекжан Тұрыс ағамыздың ақыл кеңесі өте ұнады. Оның өмір баяны туралы көп білдім. Болашақта мен Бекжан Тұрыс ағам сияқты актер болғым келеді. Сахна майталманы осы күндері Қыз жібек қойылымына дайындық үстінде. Спектакльдің жаңа нұсқасында Бекең Төлегеннің әкесі Базарбайдың рөлін сомдамақ. Ал бүгінгі сырлы сұхбатын өнер иесі өзге өңірлерде де жалғастырмақ ниетте. Бір арман ол кезінде өзім дипломдық спектакльде ақан жерін ойнаған болатын. Қазір маған ол ақан емес, маған Мағжанның жазбасындағы тақуа, дінге жақын, елдің жоғын жоқтайтын, мұңдайтын ақан арман болып жүр. Сондай бір тарихты дұрыстап, жөндеп сөйтіп қоятын адам болса, сол ақанды ойнаған. Эльмира Оралбаева, Тимур Нұғманов, Хедлайнер.